Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызда еритін жасалу жолы өте оңай. Песочный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осылай салқын қатты майымызды ұнға аунатып, теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Сары майымызды теркадан өткізіп болғаннан соң ұнмен майды араластырып, ұнымызды ұнтақтап аламыз. Үстіне ванилин, разликитель салып, қолымызбен араластырамыз. Араластырып болғаннан соң 2 жұмыртқаға қант, қаймақ салып, вилкамен немесе венчикпен араластырып, ұнтақталған ұнның үстіне құйып, қолға жабысыңқырайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз жұмсақ болып шығады. Оны 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірі үлкен, екіншісі кішкене. Үлкен бөлігін біз форманың астына салу үшін, екіншісін бетін әсемдеу үшін алып қаламыз. Формамызға осылай үлкен бөлігін қолымызбен барлық шетіне тигізіп жайып шығамыз. Осылай қамырымызды орналастырып болғаннан соң үстіне варенье саламыз. Кез келген варенье түрі жарайды. Мен құлпынайдың вареньесін қолдандым, өте дәмді шықты. Енді ұн сеуіп, жаңа алып қалған қамырымызды жаятын боламыз. Жұқа етіп жайғандарыңыз дұрыс. Бұны бетін әсемдеу үшін жайып жатырмыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай кесіп шықтым. Кесіп дайындап болғаннан соң бетіне осылай бір-бірлеп қойып шығатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі етіп сәндесеңіздер болады. Кейін жан-жаға көтеріліп кетпес үшін вилкамен басып шығамыз. Барлық жеріне тегізіп, осылай қамырлардың бетіне жұмыртқаның сарысын жабышамыз. 180 градуста қысып тұрған пешімізде 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмді болып шығады, ас болсын.